Сәлем достар, бүгін сіздермен ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісеміз. Сіздерден подписка лайк, бізден ақпарат. Ешкі сүті жоғары азықтық және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам. Өзінің физикалық химиялық қасиеттері мен дәміне сай ешкі сүтінің сиыр немесе басқа да ауыл шаруашылық жануарларының сүтімен салыстырғанда тиімді айырмашылықтары мол. Ешкі сүті де сиыр сүтіндегі казеиндік топқа жатады, бірақ ешкі сүтінде сиыр сүтіндегі аллергиялық серпінділердің көзі саналатын альфа-иіс казеині жоқ. Сондықтан ол сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдар үшін ұсынылады. Құрамында бета-казеин мол болуына байланысты ешкі сүті әйелдердің емшек сүтіне жақын. Ешкі сүті нәрауыздардың көпшілігінің құрамында албуминнің мол көлемі болуына байланысты құрамдас бөліктерге ыдырайды. Сондықтан ол ағзаға жеңіл сіңіп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Құрамында лактозаның төмен мөлшері сиыр сүтінен 13%-ға кем, әйелдердің емшек сүтінен 41%-ға кем болуы бұл өнімді лактоза жеткіліксіздігі бар адамдар үшін қолдануға мүмкін етеді. Ешкі сүтіндегі май ағзаға жақсы сіңіріледі және майлықта ешкі сүті 100% сіңеді. Ешкі сүтінде адам ағзасының тіндерінде холестерин жиналуына қарсы тұратын ерекше метаболикалық қасиеті бар және ағзаның қорғаныс қызметін арттыратын қанықпаған майлы қышқылдары 67% бар. Жоғарыда келтірілген артықшылықтардың басқа ешкі сүтінде көп. Ол кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, А, Б, С және Д дәрумендері, аскорбин қышқылы бар. В12 дәруменінің құрамына кіретін және қан өнімдері үрдістеріне жауап беретін кобальттың мөлшері сиыр сүтімен салыстырғанда ешкі сүтінде 6 есе көп. Сүттің құрамында кальцийдің мөлшерінің мол болуы жүрек қан тамыры жүйесіне оңтайлы әсер етеді. Бірақ ешкі сиыр сүтіндей темірге бай емес. Темір қандағы гемоглобиннің түзілісіне ғана емес, төтемелік жүйенің қалыпты жұмысы мен мінез-құлық сипатын сәйкестігін қамтамасыз ету үшін де қажет. Дегенмен ешкі сүтіндегі темір сиыр сүтіндегіден гөрі жақсы сіңеді, бірақ әйелдердің емшек сүтінің сіңу дәрежесіне жете бермейді. Осылайша ешкі сүті минералдық заттектерге, дәрумендер мен микроэлементтерге сиыр сүтінен гөрі байырақ. Ешкі сүтінің нәрауыздары асқазанда тығыздалмауының байланысты сіңімдірек келеді. Ешкі сүтінің құрамында энергетикалық құндылығы 66%, ақуыздар 3 грамм, маялары 4-2, көмірсулар 4-5 грамм. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінің түсі аппақ болады, ал оның құрамында 40-тан астам биологиялық компоненттер бар. Ғана кобальт басқа жануарлардың сүтіне қарағанда ешкі сүтінде 6 есе жоғары болады. Кобальт ағзадағы қан айналымын жақсартып, зат алмасу процесіне жағымды әсер етеді. Ешкі сүтіндегі тағы бір маңызды элемент ол калий. Бұл жүрек тамыр жүйесінде ақуызы бар жандар үшін ақауы бар жандар үшін ең қажетті элемент. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтер страниций мен радионуклидтерді шығаруда көмектеседі. Сондықтан үлкен қала тұрғындарына ешкі сүтін ішу ұсынылады. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйректе тас жиналуын алдын алады. Сондай-ақ қан қысымы қалыпқа келеді. Ешкі сүті албуминге бай болғандықтан құрамындағы ақуыз ағзаға тез сіңеді. Емдік қасиеті. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауырғандарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина балаларыңның алдында қартайып мүсәпір халге жеткілерің келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп ұзақ жасауға пайдасы зор екенін атап өткен.
Педиатрда жаңа туған нәрестенің іш жүруін қалыпқа келтіру үшін ең бірінші ешкі сүтін береді. Және ана сүтін алмастыра алмайды, бірақ баланы ана сүтінен айырмағаныңыз жөн. Артық салмақ тастағысы келетін жандарға да ешкі сүтін ішу ұсынылады. Оның құрамындағы май адам денесіне артық май болып жиналмайды. Суық тигенде пайдасы өте зор. Онкологиялық аурулардың алдын алады.